7 айда қабылдауға барғанымда, дәрігерім ішімді өлшеп тұрып, түрі бұзылып кеткендей болды. Соңғы жылдары әркімнің қас-қабағына қарап, жәйтеңдеп жүрген соң ба, адамның көңіл күйін дереу байқай қоятын мен, дәрігердің көңіліне бір нәрсе жақпай қалғанын сезе қойдым да, бірдеңе дұрыс емес пе дедім. Қорыққаннан үнім әрең шығып. Сізге УЗИ жасатуымыз керек деді, ештеңені ашып айтпай. Баланың жағдайы дұрыс емес пе дедім шошып. Мен ештеңені анық айта алмаймын, оны тек УЗИ көрсетеді деді. Ауыл емханасында сол сәтте жасай қалатын ультрадыбыстық жазу қайдан болсын? Семейдегі облыстық функционалдық диагностика жасайтын орталыққа жолдама жазып берді. Енді әмірге не деймін? Мына жердегі ауруханаға жатқызбай отырғанда, ол мен облысқа қайдан жіберсін? Ол да бір жұмысыңды бара салып бітіріп, кері қайтатын жақын жер емес. Сұңқарды кімге қалдырамын? Баламен сүйретіліп бармасын белгілі ғой деп, ойым сан-саққа бөлініп, үйге жеттім. Көршім шәйі бір құдайға қараған келіншек еді. Ұлымды қалдырып кеткенмін. Сол келіншекке жағдайымды айтып, жылап жібердім. Мендегі уайымның үлкені дәрігердің шошынған түрімен нақты ештеңе айтпағаны еді. Іштегі баланың бірдеңесі дұрыс еместігін сезіп, жүрегім суылдай береді. Айлас қатын мұңдас дегендей, шәйде жақында босанған болатын. Жүктіліктің, жас ана мен нәрестенің жайы басында бар. Мені түсініп, аяулым, ештеңеге уайымдама. Мен үйде отырмын ғой, сұңқарды маған қалдырып барып кел. Әмірде түсті біздің үйден Маратпен бірге тамақтана салат. Амандық болса кешке қарай өзіңде жетесің, тек өзіңе абай бол деді. Басты мәселе келісілді, тек әмір қарсы болмаса болғаны. Жолға әзірлігімді жасап, баламның күні бойы жейтін тамағын, киетін киімін дайындап, жарымды күттім. Әншейінде кеш келетін күйеуім бұл күні жұмысынан ерте келді. Өзі көңілді, баласын мойнына мінгізіп, маған да күндегіден жылы қарап, қалайсыңдар? Үйден шықпай іштерің пісіп жүрме деген. Мен үндемей кешкі асқа дастарханымды жайып жатқанмын. Сөзін баласын айтқан болып, әйелім сен тыңда деп тұрғаны білінеді. Осы әулетке келін болғалы 3 жылға аяқ басса да, ерлі зайыпты болып бір жерге жарасып, еш қайда шығып көрмеппіз. Сонда да не иә, не жоқ деп тырс етпедім. Шынымды айтсам, пікірімді айтудан қорқатын едім. Оған жақпай, не көңілінен шықпай қалса, осы отырысымыздың өзінің шәт-шәлекейін шығара салатынын жақсы білемін ғой. Соңғы кездері үндемеген үйдей пәледен құтылады дегенді жақсы ұстанатын болғам. Аяш, саған сөйлеп жатыр емеспін бе? Неге үндемейсің? Жақтырмай жүрмісің деді. Баланы өзінің тамағын ішетін орындығына отырғызып жатып. Ол мені Аяш демегелі қай заман, атымды да атамай, керегін сұрап, шаруасын айта беретін. Аяш дегеніне ішім жылып қалды. Енді жауап бермесем болмас деген оймен, Сұңқар екеуміз аулаға шығып жүрміз ғой деп, өзімше жауап қатқан болдым. Көңілімнің толқығаны сондай, шайға жылытқан сүтімді ақтарып алып, әбден абдырадым. Аулада қыдыратындарыңды білем, алысқа барғыларың келмей ме дейді, күйеуім жұп-жұмсақ үн қатып. Қайда барамыз? Менің жағдайымда. Мен ертеңнен бастап облыста өтетін 3 күндік семинарға жіберді. Соған сендерді ала кетейін. Дәудің үйінде болып, сен Сырғашпен сырласып, Сұңқар балалармен ойнап, аз болса да сергіп келсеңдер деп едім. Құдай-ау, берейін десе не тұрат, қарашы көктен сұрағаным жерден табылды. Көптен мұндай қуанбаған шығармын. Ертеңгі барайын деп тұрған шаруамның сәті өз-өзінен түсе кетті. Ішкі қуанышымды сонда да білдірмей, әрине, ала кетсең жақсы болар еді дедім. Ендеше жиналыңдар, ертемен шығып кетеміз деді ол. Аяқ астынан Құдай тілеуімді берген соң, көңілденіп жүріп, әкесімен баласын тамақтандырып болып, шәйге жүгіре жөнелдім. Менің жаңалығымды естіп, ол да қуанып қалды. Әмірдің Семейдегі туыстары бізді қуана қарсы алды. Әсіресе Сұңқарды ерекше төбелеріне көтерген. Бізден сол қадірлі болды. Барғаннан қолдан қолға өтіп, ағаларының балдырған белсебетінің артына жармасып, әбден ойының қызығына батты. Әмір өз жұмысымен жүргенде, мен де оған айтпай, өз шаруамды реттеп алайын дедім. Абысыным Сырғашқа бар жағдайымды түсіндірдім. Ол бір аңқылдаған келіншек еді. Мені УЗИ жасайтын кабинетке өз алып келді. Дәрігерде таныстар екен, бірден кезексіз қабылдады. Жайма төсекке жатқаннан ішім қылпылдап, қорқып барам. Ештеме уайымдамаңыз, өзіңізді бостаңыз деп қояды. Қазір несімді қайтар екен деген уайымнан дір-дір етемін. Бос жатыңыз, сіз қорыққаннан балаңызға түйіліп қалыпты. Дұрыстап көре алар емеспін деген соң, Сырғаш келіп қолымнан ұстап дем берді. Бала кезімде ауырып қалсам,
Апам осылай жанымда отырушы еді. Сыртқы бейнесі суық болғанымен, апам өте балажан еді. Қолымнан, шашымнан сипап, бауырына басқанда жұмаққа еніп кеткендей болатынмын. Сол сәт, сол апамның жағымды жұпары сезілгендей болып, балбырап, босап қоя бердім. Өкінішке орай бұл рахат күйім көпке созылмады. Дәрігер, сіздер қарауылдың өзінде тұрасыздар ма деп сұраған. Иә деген жауабыма іле, көптен тұрасыздар ма? Туған жерлеріңіз сол жер ме еді деп сұрақтарын бастырмалата түсті. Қарауылда тұрғанымызға 3 жыл болып қалды. Күйеуім сонда туған, мен Алматы жақтанмын дедім. Ішіме кіргізіп жіберердей болып, ұзын шегі шұбатылған аппараттың жұдырықтан кішілеу жұмыр басын қарныма қатты батырғаны сондай. Ішімдегі шарана қазір сыртқа шығып кетердей тулады. Бар ынта ықыласын салып қараған дәрігердің қабағын қас қақпай аңдып жатырмын. Тұқымдарыңызда соңғы 10 шақты жылда Даун синдромы болып еді? Жоқ деп шошып қалдым мен. Дәрігер аз үнсіз қалып, басы үлкен денесі кіші болып туғандар бар ма деп және сұраған. Жүрегім зу ете түсті. Кемтар бала табайын деп жатырмын ба деген ой миыма зырқ ете қалды. Жоқ дедім тағы да жұлып алғандай. Күйеуіңіз жағынан ше? Білмеймін. Менің ішімдегі аурума деп жылап жібердім. Қой сабыр ет деп жатыр сырғашта. Жыламаңыз, балаға әсер етеді. Сіздер экологиясы бұзылған аймақта тұрасыздар. Сол дүниеге келетін нәрестенің құрсақта жетілуіне әсер етуі мүмкін. Сіздің балаңызға әзірге гидроцефалия деген диагноз қоюыма тура келіп тұр, деді ол өкінішін жасырмай. Бізге қазақшалап түсіндіріп айтшы, ол не ауру деп шыр ете түсті сырғашта. Гидроцефалия деген шарананың бас сүйегі жатырда жетілу барысында шамадан тыс үлкейіп кетеді, оны қазанбас деп те атайды. Ананың жүкті кезінде әртүрлі азық-түлік тағамдарынан, ағзаға уытты заттардың жайылуынан, немесе жұқпалы аурулардың, я экологиялық зардаптар залалынан болуы мүмкін деп дәрігер біраз көзімізді ашты. Мұның бәрі қарғыс-атқыр полигонның кесірі деген. Жеңешемнің дауысы дірілдеп кетті. Соңғы жылдары қанша бала мүгедек болып туды. Обыр ауруынан жасына жетпей кетіп жатқандар қаншама. Біздің аймақтың халқын сынақ алаңында тәжірибеге қалдырған екен. Соның зардабы енді шығып жатыр деп. Мен білмейтін бір жағдайды айта бастады. Жүрегім зуылдап, аяқ қолымды жинай алмай қалдым. Шындығында республикалық статистика бойынша обыр ауруы, жүрек-қан тамыр аурулары, балалардың кемтар тууы біздің облыста ең жоғары көрсеткіште екені өкінішті деді дәрігер де, аппаратын ақ шүберекпен тазалап, жинастырып жатып. Жеңеше мен дәрігердің сөздерінен қорыққаным сонша, енді қайттым, жайымыз не болмақ деппін. Дүниеге әкелуін әкелесіз, бірақ әрі қарай ұзақ өмір сүруі екталай деп, дәрігер одан әрі шошытты. Радиациялық сәуле кесірінен аяқ қолы жоқ, саңырау, мылқау, есі ауысқан мутанттар дүниеге келіп жатыр. Оны көзіміз көріп жүр. Әсіресе 1946-1963 жылдар аралығында дүниеге келгендерден енді кемтар балалар жаратылуда деп, Сырғаш жеңгемде білгенмен бөлісіп жатыр. Ішімнен әмірдің туған жылын есептесем, сол жылдарға дөп келіп тұр. Қалтырап кеттім. Дұрыс айтасыз. Атом полигонының зардабы адамдардың екінші және үшінші ұрпақтарына ауыр әсерін тигізіп отыр. Полигонға жақын тұрғындар арасында жүрек тамыр, онкология аурулары, лейкоз, орталық жүйке жүйесінің бұзылуы жиі кездеседі. Өлім көбейді деп, дәрігердің өзі де енді жеңешемді қостап жатыр. Әмірге не бетімді айтамын деп, әркімнің өз қайғысы өзінде дегендей, күйеуімнен қаһарынан қорқып, зарилеп қоя бердім. Қаласаңыз өлі етіп түсіртіп жіберейік деді. Мұндайға еті өліп кеткен дәрігер. Қимылдап бір дамыл таппайтын тіршілігесін қалай өлтіре саламыз дедім, көзім шарасынан шығып. Құрсағымды екі қолмен ұстай алыппын. Бір күнде осында қаласыз, дәрімен жасайды бәрін. Жатырыңызды тазалап тастайды деді дәрігер. Ол үшін бәрі оңай сияқты. Жоқ, жақсылап ойланайық, әкесімен ақылдасайық деген Сырғаш жеңешем мені жетелегенде етіп алып кетті. Екі бетім оттай болып, көзім боталап, аяғымның астын көре алар емеспін. Екеуміз сыртқа шыққан соң Сырғаш жеңгем, бұларға бәрі оңай, тыпырлап өсіп келе жатқан баланы қалай тазалап тастаймыз деп оңай айта салды деді. Ашудан терісіне симай. О балай дедім. Ішімдегімді біреу қарнымнан жұлып алып кетерде қолыммен ұстай алып. Болмайды. Мүгедек болса да адам ғой ол битімдей. Мүмкін өзі дұрыс көрсетпеген болар. Сен Алатаудың таза ауасын жұтып, тәтті алмасын жеп өскен, радиацияланбаған топырақта туған баласың. Бұл айтқаны мүмкін емес.
Біздің жақтың байқұс аналары организмдері уланып, еркектері де у жұтып, ол аздай арақтан уланып жатыр. Қайтып сау бала тапсын? Бұл біздің ұлтқа төнген қауіп, осы тақырыпқа ғылыми конференция өткізбесем бе деп кіжініп қояды жеңешем. Дауысы жарықшақтан шығып, жанарынан от ұшқындайды. Аяғындағы биік топылайдың тақасы да көшедегі асфальтқа тақ-тақ қадалады. Әр қадамы жерді тесіп жіберердей нық әрі сенімді. Қара костюм, қызғылт белдемшесі де өзіне жараса қалған. Шашын желкесіне түйіп қойғаны қандай. Сырға шеңгемнің ұстаз екенінен хабардармын, бірақ қайда қызмет атқаратынын білмеуші едім. Сәті түсіп тұрғанда, жеңеше, сіз қайда істейсіз деп сұрадым. Осындағы педучилищеде директорының орынбасарымын деді ол. Біраз үнсіздіктен соң, бізде оқып жатқан студенттердің көбі қыздар, болашақ аналар ғой оларда. Сондықтан осы тақырыпты талдатып, ертең ұстаз болып барған жерлерінде де маңайындағылардың құлағына құйып жүретіндей етіп, көкіректерін ашып жіберуіміз керек деген. Абысынымның өжет, қайратты әйел екенін алғаш келін болып түскенімді-ақ байқағанмын. Ауылға келгенде арнайы іздеп келушілер қарасы аз еместігін аңғарғам. Әр нәрсеге ақылдасып, жөн сұрап жататын. Сөйтсем, тәуір қызметте, кішігірім болса да билігі бар екен ғой. Содан да шығар, мені дәрігерлер кезексіз қарап, тіпті ол кісіні жаныма кіргізіп отырғызғаны. Мен сізге бір өтініш айтсам бола ма дедім абысыныма. Айта ғой, бүгінгі әңгімені әмірге айтпай қоя тұрайықшы. Мен артынан оған өзім ақырын айтармын дедім, жалынғандай болып. Педагог емес пе? Түсінді. Жарайды, түпкілікті шешімді сен шығарасың. Бала әзірге сенің бойыңда деп, жауапкершілікті өзіме жүктеп қойды. Аурухана мен үйдің арасы алыс болмаған соң, жаяулатып келеміз. Жанымыз ақ көңіл болғанмен, аспан алабұлтты емес. Көздің қоңыр салқын ауасымен тыныстап, үйге де жеттік. Әмір әлі оралмаған екен. Ағаларымен ойнап, әбден шаршаған сұңқар балапан ұйықтап қалыпты. Әйелдің айналдыратын асхана емес пе? Сырға шабысының екеуміз сонда табыстық. Аяулым, сені ұйғырлардың ішінде көп жүрген дейді. Лагман созаласың ба деді. Туып өскен жерім оңтүстіктегі ұйғыр ауданы екенін меңзеген жеңешем. Дәрігер қабылдауынан кейін қабағымның келіспей тұрғанын көріп, бір уақ көңілі бөлінсін дедім екен, мені алдаусыратып сөзге тартты. Әрине, қазірақ кірісейін дедім мен. Біздің жақта мұны дүнген кеспесі дейді жеңеше. Солай ма? Сырға шеңгем қабағын керіп, күлкісі кеп тұрмаса да, өп-өтірік күлді. Расымен лагман созуды үкілай жеңешем екеумізге апам қоймай үйреткен. Апамның көңілі түсіп жасаған лагманын үй ішімізбен сүйсініп жетімбіз. Әсіресе ағамның сүйікті асы еді. Мен үйдің ерке тотайы, үкілай Атыраудың қызы. Екеумізде лагманның қамырын илеп, нанын созуға жоқ едік. Содан бір күні апам, үкі, сенің күйеуің осы тамақты жақсы көреді. Қайын сіңліңде бой жетіп қалды. Ертең бір жерге барса, жеңгесі ештеңе үйретпепті демей ме? Сол үшін осы сарттың тамағын жасауды неге үйреніп алмайсың? Бұл бәлені жақсы көрмейтін жан жоқ екен деді де, қамырды илеп жіберіп, сол күні бар аспаздық өнерін алдымызға жайып салды. Үшеулеп жасаған лагманымызды әсіресе көкем ал кеп мақтасын. Бұрынғы жасағандарының бірдеңесі жетіспей тұрушы еді. Мынаған қыздарымның қолы тиген соң ба, ерекше дәмді болыпты. Қамыры қандай? Апаларың жалғыз өзі асығып, таяқта етіп созатын еді ғой. Қыздың қолына шыққан лагманды қарашы енді деп, бізге көзін қысып қойып, апамды сөзбен қағытқан. Көкемнің қылжағына әбден ет үйренген апамның қыңатын түрі жоқ, ерні салп еткізіп қойып отыра берген. Сол кеш төрт көзіміз түгел бас қосқан, отбасымыздағы ең әдемі бас қосулардың бірі болып еді-ау шіркін. Бір сәт сол алаңсыз кездер есіме түсіп, жүрегім сағыныштан езіліп кетті. Дәрігерлерден бұзылып келген көңілім, төркінімді ойлағанда, тіптен босап, көз жасыма ерік бергем. Абысыным ішіндегісін бір шығарып алсын деді ме, иығымнан құшақтап, уайымымды үнсіз бөліскен. Кенет тап болған қайғымды шығарып, көз жасымды төгіп жіберіп, біраз жеңілдегендей болдым. Тағдырыма кез келген Құдайдың көлденең сынағын ана болған соң, елікпей көтеріп алам да, басқа амалым жоқ. Сол күнгі дүнген кеспесінің дәмі тілі ерді. Әмірдің туыстары, бармағымызды қоса жеп қоймайық деп, әзілдей отырып бір тойған. Мені өмірі мақтамайтын әмір де, Аяш бұлайда тым сылбыр, бірақ тамақты керемет жасайды деп, жылы сөзін айтып қалды. Соған көңілім серпіліп, сәлде болсын қасіретімді ұмытқам. Көптен басы қосылмаған тетелестер, өткен кеткенді еске алысып, абысынды ажын екеуміздің де әңгімеміз жарасып,
Балалар өзді-өздері арқа-жарқа болысып, бұл күнде өте шықты. Семейдегі күндерімізге риза болған біз, қайнағамыздың шаңырағында 3 түнеп, 4-ші күні елге аттандық. Қайтарда қимай қоштасқан туыстар Сұңқарды ортаға алып, «Сұңқар бізбен қал, бізге бала бол» деп, сәби қылығын қызықтап, тәуір айналдырды. Сұңқарда шақырған кісіге топаңдап барып, теттей қолдармен құшақтап қояды. Тілі әлі шықпаса да, құдды туысқанның кім екенін білетіндей, қаны тарта мекен шіркіннің деп, ішімнен күліп қоям. Қайын жұрттың жылы ықыласына бөленген соң, қайтарда осыны ізгі жандарды қимай қалғандаймын. Бұл сапар қашан көрсең шекесі тырысып жүретін, әмірдің де көңіл күйіне серпілсе келгендей. Оны аумалы төкпелі мінезінен жүрегім шайылғып қалғанмен, үйге барған соңда осы бір жылылықты сақтай алсақ екен деп, кеуім жаққа ұрлана қарап қоям. Ендігі есіл дертім, іштегі шаранамның жайын оған қалай жеткізсем екен деген ой. Бойға жаңа біткен тіршілік иесінің көзін құрттеп жүрген бұл, доғдырдың кешегі қойған диагнозын айтсам, жанымда аман қоймасы анық. Мінезінен сыралғы болып қалған басым, осы жолы да қасқабағын бағып, ақыры ештеңе айтпауға бекіндім. Қандай құқайы болса да, кейін бірақ көріп алайын деп шештім. Үйге келген соң шайға жағдайымды жайып салғам. Ауданда одан басқа сырласар ешкімім жоқ еді. Қарасынан аласы көп аялы көздері ұясына шығып кетердей болып, айтқанымды жаны шошып отырып тыңдады. Ішімнен құбжық шығатындай, құрсағыма үрейлене көз тастап қояды. Сөйтсе де жаратылысы жұмсақ жан мені аяп, енді қайтесіз деген үні сыбырлай шығып. Алдыра алмаймын. Қимылдап жатқан тіршілік иесін қалай өлтірейін деймін қиналып. Кейде узиде қателесет деп естіп едім дегенде, шәйінің шынымен қателессе екен деген ниеті анық білінеді. Енді не де болса көрермін деп мұңая түсемін. Бәрі осы полигонның кесірі ғой. Біздің ауылда жастар өз-өзіне қол жұмсап жатыр. Өткенде апам келгенде айтып отырған деді. Шәйінің өзі абыралы жақтың қызы. Бұл күні аспаннан жауын жауса да бомбаның бөлшек қалдықтары аспаннан түзге құласа, ауыл адамдары соны теріп әкеліп, тұрмысқа жаратуға тырысады. Малға су құятын науа, суға шайынатын себезгі жасайды. Ұлан ғайыр дала төсінде улы темір терсек шашылып жатыр. Оның зардабын дені сау адам бірден түсінсін бе? Бұл адам бойына мысқылдап кіретін кесел екен. Соны жергілікті жұрттың бірі түсінсе, бірінің қаперіне де кірмейді. Семейге барып келгелі әмірдің мінезі күрт өзгерді. Қызметінен уақытында келеді. Ашы суды аузына ұрттап алмағалы да біраз болды. Арақ ішпесе, одан жайлы кісі жоқ растын. Сау кезінде менің сылбырлығым, үйдің шашылып жататыны, үйде не бар, не жоғы оның қаперіне кіріп шықпайды. Ұлын аулаға алып шығып ойнатып келеді. Залдың ортасында ат болып арқасына отырғызып алып, шауып жүргені. Бір күні ойда жоқта, қашан босанасың дегені. Бұған дейін іштегі баламен еш шаруасы жоқ адамдай қашқақтап, елемеуге тырысатын. Мен таңданысымды терең жасырып, ноябрьдің басында дедім. Алғашқы қар жауып күн суытатын мезгіл екен ғой. Жетісіне босан, баланың туған күнімен революцияның ұлы мерекесін бірге тойлап жүреміз деп, әзілдеп те қойды. Бұйырса деймін, ақырын ернімді жыбыр еткізіп. Алда біздің отбасын қандай сынақ күтіп тұрғанын бұл байғұс қайдан білсін деп ойлап қоямын, ішім қаншылап. Керек заттарыңды ертерек алып қой. Бұл да әмірдің тарапынан мен күтпеген қамқорлық еді. Ештеңе керек емес, Сұңқардан қалғанда жетеді ғой дедім. Кеуімнің игі лебізінен бойыма бір жылылық құйылып. Керектеріңді тартынбай ал, әр баланың өз қажеті болады ғой. Басында 2 баламен қиын болады ғой деп қорыққаным рас, бірақ қазір байқаймын, сен бәріне үлгереді екенсің. Әрі екеуі қатар өскенде жақсы ғой деді. Өзінің баяғыда маған көрсеткен қорлықтардың бәріне өкініш білдіргені даусынан анық байқалып. Қазақ ер азаматына тән бір нәрсе, олар әйелдерінен тікелей кешірім сұрай бермейді. Оның себебі апам айтатын, әйел еркектен бір саты төмен деген қалыптасқан түсінік болар. Сондықтан өзінің тосын әрекеттері үшін ер адамның өкініш білдіруінің өзін қазақ әйелі кешірім сұрағанмен бірдей қабылдайды. Әмірде бұған дейін маған жасағандарын осылайша жуып шайған еді. Сен бәріне үлгеріп келесің. Дәл осы сөздің астарында ілтипат, қолпаш, мадақтау бәрі де бар еді. Отағасының дәл осы сөзі маған дем бергендей. Аналарымыздан қалған кеңдік менде де бар. Ерімнің бұлайша ақылға келуін өзімше қабылдадым. Ол кешірім сұрамай-ақ, мен кек сақтамай-ақ түсінісіп, тіршілігіміз жалғасып кете берген. Дегенмен екеуінің қатар өскенде жақсы ғой деген сөзі
құлағымда қалып, қайта-қайта уайымға сала берген. Кешке қарай ішім бұрап ауырса да, білдірмей шыдауға тырыстым. Шайының бөпесін тексеруге келіп тұратын, бала дәрігерінің келетін уақытын терезеге қарағыштап жүріп, тағатсыздана тосқам. Қарасы көрінген кезде солай қарай құстай ұштым. Бірден Семейде қойылған жаман аурудың диагнозы жазылған қағазды қолына ұстатқам. Егер мына диагноз нақтыланып, гидроцефалиямен ауыратын нәресте дүниеге келсе, шынымен қиын болады. Ондай баланың күтімінде айрықша жасалуы керек. Біздің ауруханада оны қарайтындай мүмкіндік жоқ. Облыс орталығына немесе Алматыға барып босанып, ұзақ уақыт сонда ем қабылдауға тура келеді деді. Мұндай жағдайды жиі бақылап жүрген дәрігер. Бұл Қуаныш Ысқаққызы деген аса тәжірибелі ғалым маман болатын. Басыма тура келген жағдайды жіті зерттеп, соңғы болжамдарды баспасөз беттерінен қалт жібермей қадағалап жүргенмен, бірде одақтық ғылыми басылымдардың бірінен осы кісінің мақаласын көзім шалып, қиып алып сақтап қойғанмын. Полигон зардабы адамдардың екінші және үшінші ұрпақтарына ауыр әсерін тигізіп отыр. Сынақ алаңына жақын тұрғындар арасында жүрек тамыр, онкология аурулары, лейкоз, орталық жүйке жүйесінің бұзылуы аурулары жиі кездеседі. Сынақ тоқтатылғанымен, оның зардабы сүйектен сүйекке, ұрпақтан ұрпаққа жалғасып келеді. Ғалымдардың болжамы бойынша, бұл қасірет 300 жылға дейін созылуы ықтимал, халқымыздың генофенін бұзып отырғаны шындық. 1950 жылдан бері өлім 3 есе өскен. Аналар арасында қанның аздығы ауруына шалдыққандар саны 2 есе, қан ауруы 5 есе, туа біткен жүрек ауруына шалдыққандар 5 есе өскен. Әсіресе іштен туған мүгедек балалардың саны жиілеп кеткен. Полигон аймағында тұратын отбасыларда кемтар балалар көбейген. Ащы болса да шындық осы. Енді мені тап болған қиындығымнан дәл осы кісі алып қалатындай, демімді ішке тартып, бір ауыз сөзін естіп қалуға тырысамын. Босанатын уақытыңда таяп қалыпты. Алдырмайымын деп дәрігерден қашып жүргенің болмайды. Анасы келісім бермесе, іштегі баласы мүгедек екен деп, ешкімнің зорлап алғызып тастауға хақысы жоқ. Тіркеуде тұрсаң, сені осы уақытқа дейін неге іздемей жүр деп қатқыл сөйледі ол. Олар шақырады ғой, бармай жүрген өзім деп көмілжеймін мен. Қолымдағы кішкентайда қалдыратын жер жоқ, оның үстіне жолдасым қызметте. Босанарда бірақ барайын, енді аз қалды ғой. Аяулым, сен өзің жоғары білімді мұғалімсің. Айтып тұрған сөзің мынау. Сен бұлай істесең, ана оқымай отбасында отырған әйелдер не демейді? Мекеніміздің экологиясын өзіңде білесің. Өзіңнің жағдайың мынау. Өзіден біліп келдің. Мұның жарамайды. Егер бала да өзің де аман қалғыларың келсе, ертең ауруханаға бар. Қан тоқтамай, босаналмай қалған аналар қаншама деп қабағын шыта түсті Қуаныш Ысқаққызы. Болмайды, көріп тұрып, аудандық аурухана басшысына хабарламай қала алмаймын деді, сосын басын шайқап. Егер бұдан кейінде бармайтын болсаң, күйеуіңнің қызмет орнынан хабар беріледі, өз аудандағы басшылардың бірі екен. Күйеуіңнің қызмет орнынан хабар беріледі деген сөзден жүрегім зырқ етіп, Қуаныш Ысқаққызы, ертең барамын, ешқайда хабар бермей-ақ қойыңызшы дедім. Дауысым үрейлене шығып. Енді кел, қарап көрейін деп, мені жатқызып іштегі баланың жүрек соғысын тыңдаған. Арнайы өлшегішпен көк түреуге аз қалған құрсағымда ары-бері есептеп, қан қысымымды тексерді. Барлығын жасап болған соң, баланың өсуінде расымен де ауытқушылық бар деген шешімге келді. Сөйтсе де, өзі түк болмағанда кенет жадырап, маған жылы сөздерін аямай айта бастады. Енді аман есен босануды ойла. Менің учаскемде екенсің, өзім келіп қарап тұратын болам деп, қолымнан қысып қойды. Салым суға кетіп, мүмкін өзі шатасқан болар. Ірі бала туатын шығармын деген үмітім үзіліп, үйге келіп жатып қалдым. Ішімдегімде құдды бір нәрсені сезетіндей, бір өсіп бір жақ бүйірімен тығылып, түйіліп алды. Қуаныш Ысқаққызы өте тәжірибелі дәрігер, әрі аймақтың экологиялық ахуалын жақсы біліп отыр. Мүгедек бала туатыным айқын, енді соны аман босанудың қамын жасайын. Жасырмай әкесіне бәрін айтайын. Қандай болса да, іштен шыққан шұбар жылан ғой, не де болса басқа салғанын көрейін деген шешімге келдім. Жексенбі болатын. Сұлтанды әкесі, мына жігіттің шашын алғызып келейін деп, өзімен алып кеткен. Солардың жоқтығын пайдаланып, төр алдындағы кілемшелерді қағып ала салайын деп, сыртқа таси бастадым. Ауладағы балалар тартылып жүретін турникке іліп, еденді жарқыратып жууға кірістім. Арасында асханадағы тамағымды да әзірлеп жүрмін. Үйдің шаң тозаңын сүртіп алып, кілем қаққышты ұстап тысқа шықтым. Осы кезде жаныма шәйінің күйеуі Марат келген.
іске сәт көрші деп күле келіп қолымдағы қаққышқа жармаста. Өзіме қағып алатын едім ғой деп қоямын. Көмектесетін күйеуің жексенбіде де жұмыстама деді. Бүгін үйде, ұлы мен шаштаразға кеткен. Келгенше шыдамадың ба? Өзіңнің жағдайың мынау. Екеулеймін деп жүріп, жедел жәрдем шақырып қалсаңдар қайтесіңдер? Мараттың айтқаны айдай келіп, қараңғы түсе бере толғақ басталды. Іштегі баламыз екеуміз үй тазалаймыз деп жүріп, әкемізді жедел жәрдем шақыруға мәжбүр еттік. Сұңқарды көршінің үйіне қалдырып, Әмір мені перзентханаға алып кетті. Қанша оқталғаныммен дүниеге келетін баланың кемтар болатынын оған сол күй айта алмадым. Күйеуім жол бойы қолымнан сипап отырды. Сұңқарға алаңдама, шәйі жақсы қарайды ғой. Бөпеңді алып келгенде бауырын көріп қалай қуанар екен деп қояды. Шындықты одан жасырғаным үшін де одан ұялатындаймын. Бірақ іштегі баланың уайымы одан әлде қайда зор. Неге екенін апам есіме түсті. Біздің үкі жеңешем босанарда апам бірге толғатып, перзентхананы жағалап, шыға алмай қалатын. Үй ішімізбен келіннің тілеуін тілеп, босанып келген соң қалжалап, жас нәрестенің қызығына тоймай, бір есіміз шығар еді. Қайын жұртым Сұңқарға босанғанда ондай қуаныш білдірмеді, қалжата бермеді. Диплом соңында жүрген соңғы курс студентімін. Перзентханадан шыққан соң, мені баласы ширағанша ауылда болсын, әкеліп таста деп Әмірге хабар берген екен. Оған есіл дертім қатарымнан қалмай, бір жапырақ қағазымды алу болып жүргенде қайдан барамын? Апам келіп, қырқынан шыққанша қарасқан. Сөйткен қайын жұртым қазіргі қиналған сәтте тырс етпей, үнсіз жатып алды. Ең болмаса Сұңқарды алғызып қараспады-ау. Шәйіден ұяттағы, алталасы, бес бересі жоқ. Ай даладағы адамдар ғой былай қарасаң. Ата-енемнің Сұңқарды алып кететін жөндері бар ғой деп іштей ренжіп келемін. Аш еркек тырысқақ, ауру әйел ұрысқақ дегендей, толғағым қысқан сайын іштей байыммен, қайын жұртыммен ұрсысамын. Енем мен қайын сіңілдерімнің қайырымсыздықтарына ашуым қара қазандай қайнайды. Қолдарындағы келіндерін үнемі мақтап, құдаларын жақтап, мені мүмкіндігінше кемітіп отыратын сияқты. Енді ауру бала тапты деп, тіпті жек көріп, сөгетін шығар. Әйтпесе Сұңқар да туған немересі емес пе? Біраз уақыт қолдарын алса қайтер еді. Ең болмаса Құдайдан кейін қолы бос, екі қызының бірін жібере тұрса болмады ма деп, ауылдағылармен іштей шартпа шұрт болдым дегенше, перзентханаға да жетіп келдік.